Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің есімім Гүлдана Жаналықызы. Бүгінгі айтатын тақырыбым артериалды гипертензия. Артериалды гипертензия дегеніміз не? Яғни қан қысымының 140-90 мм-ға дейінгі көтерілуін айтамыз. Көп жағдайдағы осы қан қысыммен ауыратын науқастардың қателіктері. Ең біріншіден, дәрігерге бармай өз беттерінше ем қабылдау. Яғни көк шай ішу деген сияқты. Екінші себептері каптоприл деген дәріні қолданады. Яғни каптоприлді тек қан қысымы ғана көтерілген кезде ғана қолданып қояды. Одан кейін кәдімгі терапиялық емдік түрде дәрі қолданбайды. Не үшін каптоприлді жиі қолданады? Мысалға, ол каптоприл сол көтерілген кезде ғана қан қысымын төмендетеді да, одан кейін қан қысымы қайтадан көтеріледі. Не үшін? Себебі бұл қысқа мерзімдік әсер ететін ингибитор АПФ болып табылады. Яғни бұның әсер етуі 4 сағат қана. Сол үшін қан қысымы қайтадан көтеріліп кетеді. Яғни қан қысымының көтерілуі неге алып келуі мүмкін? Әрине, ең біріншіден жүректің ауруларына, жүректің ишемиялық ауруларына, инфаркт миокардасына және де инсульт алып келуі мүмкін. Егер де осындай асқынулар болмасын десеңіздер, жергілікті емханаларыңызға барып, дәрігермен терапевт болмаса кардиологтан консультация алып, толыққанды ем алуларыңыз керек. Қысқа мерзімдік дәріні қолдану, болмаса жедел жәрдем шақыра саламын, укол салат, дәрі бере салат деген нәрседен бас тарту керек. Себебі жедел жәрдемде түрлі шақыртулар көбейген кезде, мысалға қысқы сезондар кезінде ауру көбейген кезде сіздерге бірден келе алмау мүмкін. Сол кездерде сізде түрлі инфаркт, инсульт болуы мүмкін, жүректің ритмінің бұзылуына дейін алып келетін, тіпті летальный исходқа да баруы мүмкін. Сол үшін толыққанды емді емханадан алған дұрыс. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болып жатырса, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, подписация бөлімін басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойып кетіңіздер, жауап беруге дайынмын. Ауырмайық, сау болыңыздар.